Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жеміс ағаштарына көктемгі тыңайтқыштар беру жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер Жомарт бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар қазақша арнаға. Енді көктемгі тыңайтқыштар жайлы айтамыз. Енді осындай кешегі видеоларымызда айттық. Жеміс ағаштары әдемі болып гүлдеп, жақсы болып жеміс түйіп, сол жемістерін жақсы сақтап қалып, көп өнім беру үшін көктемде осындай жақсы тыңайтқыштарды беруіміз қажет. Енді мына қазір бүгін көрсетейін деп отқан тыңайтқышымыз мінекей органикалық тыңайтқыштар, биогумус, гумат. Бұл гум, г-дан басталған тыңайтқыштардың бәрі органикалық тыңайтқыштар болады. Осыларды енді көктемде берсек болады. Және де азот, фосфор, калий үшеуі араласқан трибаном деген минералды тыңайтқыштар бар. Оларды да жеміс ағаштарына осындай көктемде тыңайтқыш ретінде бере беруге болады. Енді сіздерге көрсетейін деп тұрғаным мынау стресс-стоп деген тыңайтқыш. Бұның мінекей құрамында осы калий, кальций, магний, темір, осындай пайдалы элементтердің натрий барлығы бар. Енді бұны арнайы тапсырыспен алдырғанбыз. Осыны берсеңіз болады. Одан кейін міне гумат деген тыңайтқыш. Бұның құрамында да осындай элементтер бар, жеміс ағаштарына өте қажетті. Бұның енді гүлге арналған, фруктиларға арналған және ағаштарға арналған түрі бар. Осы ағаштарға арналған түрін аласыз гуматтың. Осыны енді жеміс ағаштарға бере берсеңіз болады. Енді біреулер сұраған екен, қандай тыңайтқыштар көктемде береміз деп. Жақсылап араластырамыз. Алдында да бергенмін, бұның ішінде енді азғантай қалды. Мынандай үлкен жылдаған жеміс ағаштарға 150-200 граммды 10 литр суға араластырамыз. Егер талдарыңыз кішкентай болса, онда 100 граммды 10 литр суға араластырсаңыз болады. Енді менің талдарым үлкен болғасын 200 граммды араластыра берем. Мінекей. Бұл қою болады, қою мінекей. Ішінде 200 граммды құйып алдық. Мінекей, мынандай ыдыс керек болады сізге өлшеп құятын. Міне 200 грамм құйып алдық. Енді бәріне жеткізу үшін бірдей қылып құйған дұрыс. 10 литр суға құямыз. Қою болғаннан кейін жақсылап шайып қайтарып құйсақ болады. Мінекей, бұны жақсылап араластырамыз. Мінекей, қоңыр түске енді жақсылап араластырып, бір 20-30 минутта қойып, содан кейін құя берсек болады. Жеміс ағаштарымыз міндетті түрде асты суарылған болу керек. Осындай суарылған жұмсақ жеміс ағашты әуелі суарып алып, сосын мына жаңа дайындаған қоспамызды құямыз. Енді мынау гумат деген бұл да органикалық тыңайтқыш, жаңа айтқаным. Бұны да осындай 10 литр суға бір кішкентай қасықпенен араластырсақ болады. Мінекей, оның орнына баклажканың қақпағымен саламыз. Бұлар өте жеміс ағаштарының осындай көктемде өте қажетті. Жаңадан отырылған көшеттер болса да, ала алмай тұрған көшеттер болса да, осылар жақсы пайдалы. Стрессте тұрады, жаңадан отырылған көшеттер, соларды ары қарай алып кетуіне көмектеседі. Мінекей. Бұл да дайын. Екеуін араластырдық. Осындай органикалық минералды тыңайтқыштарды көктемде бере берсеңіз болады. Және де жаңа айтқанымдай, азот, фосфор, калий үшеуі араласқан трибаном деген тыңайтқыштар болады, минералды. Соларды алып, осылай құя берсеңіздер болады. Мінекей, мынау суарылған. Жеміс ағашы мінекей асты суарылған. Осыған міне жаңағы араласқан тыңайтқышымызды осылай құйып бара береміз. Өте керемет нәтижесі көретін боласыңыз. Осылай. Осыны бір апта 10 күннің жобасында қайталап құя берсеңіздер болады. Осылай жеміс ағаштарыңызға органикалық минералды тыңайтқыштарды бере берсеңіз болады. Жемістеріңіз көп болсын. Алдағы видеоларымызды өткізіп алмаңыздар, каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.